Армысыздар құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Мемлекеттен әр балаға 70 мың теңге беріледі ме? Бұл туралы толығырақ білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Еліміздегі әрбір балаға кәмелет жасына толғанша мемлекеттен 70 мың теңгеден тағайындалуы тиіс. Осылай деген ата-аналар қазіргі жәрдемақының ештеңеге жетпейтініне наразы. Сонымен бірге, атаулы әлеуметтік көмек те тиісті азаматтарға берілмеген деп отыр. Ел демографиясына үлес қосып, алтын мен күміс алқа алдық деп қуанған аналар қазіргі жағдайларының тым қиын екенін айтады. Мемлекеттің алтын, күміс алқасын алған көп балалы аналар қазір күн көрістің қиындағанын айтады. Қымбатшылық қысқан заманда балаға киім мен тамақ алып беріп, мектепке жіберу үшін қыруар қаражат қажет дейді. Ал шығындарды толық жабуға үкіметтен берілетін ақша жетпейді. Сондықтан петиция жазып, мемлекеттен әр балаға берілетін ақыны көтеруді талап етіп отыр. Әр балаға 70 мың теңгеден төлесін деп петиция жаздық. 13 мың теңге дымға да жетпейді ғой былай қарасаң. Айлықтың өзі аз. Күйеуім 250 мың алады. Оны қайда жеткіземіз? Баланың оқуына жеткізе ме, тамағына жеткізе ме, дейді Алматы қаласының тұрғыны Алмагүл Абдуллаева. Бұдан бөлек, аналар 4 баласы бар отбасының үлкені кәмелет жасына толған жағдайда қалған үшеуінен автоматты түрде төлем алынып тасталады деп күйінеді. Демографияны көбейтеміз деп жүргенде тұрмысымыз төмендеп, қиын жағдайға қалдық деген әйелдер атаулы әлеуметтік көмектің қажеті шамалы деп отыр. Себебі мамандар зейнетақы қорынан бастап мүлікке дейін тексеріп бермеудің амалын жасайды. Көп отбасылар мысалы атаулы әлеуметтік көмек алады ғой. Сол атаулы әлеуметтік көмекті нағыз мұқтаж жандар ала алмай отыр. Себептерін, салдарын тауып, өздерінің қолдарынан келгенше іс-әрекет жасап алғандар алып жатыр да, оның жолын, себептерін білмейтін адамдар мүлдем ала алмай отыр. Тіпті атаулы әлеуметтік көмектің не екен білмейтін аналар да бар, дейді Кәмшат Қабулова. Ал Еңбек министрлігінің өкілдері аналар сөзімен келіспейді. Ағымдағы жылдың қыркүйегіне дейін атаулы әлеуметтік көмек 106 мыңнан астам отбасына, яғни 559 мыңнан астам адамға берілген дейді. Сонымен бірге жыл басынан бері көп балалы отбасыларға 273 миллиард теңге жәрдемақы берілді деп отыр.